Бұл Шу қаласы Жиенбет ауылы 19 май 2026 жыл. Кейбір көшелерде мүлде жарық жоқ дейді. Сол айтып жатыр ауыл тұрғындары. Жиенбет ауылы тұрғындары. Мына жерде де қарасаңыздар. Бір фонар, жалғыз фонар тұр. Бір ғана. Мына осылай. Бұл өзі қысқа көше, бірақ фонар тұр. Мына жер ар жағы мектеп. Мына бір жер мектеп. Ар жақ осы көшемен жүріп өтеді. Мына көшеде не асфальт жоқ, не жарық жоқ, бірақ фонар тұр. Қарасаңыздар. Әкім өзі білет деген неден қарасынан фонар орнатыңыз мына көшеге. Ертең ел школдан қайтады, күз болады, қыс болады. Фонар жоқ, тас қараңғы қайтып қайтады, балшық жердің бәрі. Осы ауылдың тұрғындар маған айтуы бойынша мен түсіріп жатырмын осындай. Мына ауылдың мына жағы екінші көше қаласы, мектеп көшесі ғой. Міне осылай. Фонар жоқ. Көшенің ортасында бір фонар бар екен. Міне осындай жанып тұр екен. Ана несін бәрі жарықта түспейді, ана несін бәрі оңып кеткен. Мынау ортада көлденең көше. Көлденең жатқан көше. Мынау Талғат Оспанов бүкіл нені осылай жүргізген сияқты мыналар. Етін. Қарасаңыз. Астында плита бар ма екен? Бетіне. Назарыңызға Талғат Оспанов. Төле би аудан прокурор. Тергеп тексеңіз заңыңыз сынып кеткен. Шет-шетінде сегмент. Мына жағыда асфальт жоқ көшенің. Байқағаныңызда бұл жерде фонар жоқ. Ар жақта бір фонар жанып тұр. Әр жерде бір фонар. Сосын бір таңғалатыным, әр жерде бір фонар, бұрынғы фонарлар. Көбісі жанып тұрған ау. Андай фонарлар ғой, Совет өкіметінің кезде фонарларына. Совет өкіметінің кезде фонарлар ғой. Андай фонар еш жерде қолданбайды қазір. Диодный ғой, экономный, диодный сондай қояды. Ауылға ақша бөлінбеген. Мына ортадағы көше, мына көше ғана асфальт болған. Басқа ешқандай көшеде асфальт жоқ. Осы ауылдың әкімнің назарына. Әкімнің кім екенін білмей тұрмын. Үйден көреді ғой міндетті де. Қараңыздар, мектепке бұрылатын жол. Қараңыз. Кімге қарай? Дүржібай ауылының әкіміне қарай ма? Жиенбет ауылының әкіміне қарай ма? Осылай халық сізді сайлады. Осы халық сайлағаннан кейін халық үмітін ақтау керек қой. Өз ауылдарыңызға, өз халықтарыңызға жандарыңыз ашымаса, білмеймін, басқа ештеңе айтамаймын. Сөзім жоқ. Ауыл келгеннен кейін, ауылға ақша бөлгеннен кейін ақша жарату керек, осы ауылға жарату керек. Осы ауылдың тыныс тіршілігін жарату керек бұл ақшаны. Бұл менің ойым. Ал комментарий жазып кетіңіздер астына. Жиенбет ауылының енді ана жақта Мойынқұм ауылы Дружба. Оны да түсіретін болам бір күні. Осындай. Ана көшелеріңізді асфальттеп қойыңыздар. Сосын бұл ауылда газ жоқ. Ауылда газ тартылған осыдан 3 жыл ма 4 жыл ары қарай бұрын тартылған. Бірақ ешқандай үйге газ қосылмаған. Байқасаңыздар міне.
анда газдың несі бар. Бірақ ешқандай газ жоқ бұл ауылда. Тұрғындардың айтқаны ешқандай газ қосылмаған. Газ қайда әкім мырза? Ауданның әкімі осы ауылға газ тартылған. Сенбесеңіздер бүткіл ауыл біледі, бірақ қосылмаған. Облыстың әкімі, Астана прокурорларының назарына тергеп тексеріңіздер, газ қайда кетті? Аз ақша бөлінді ғой. Жұмыстар неғып толығымен жүргізілмеген, газ неге берілмеген? Сондай мәселе маған айтып отқан несі. Мойын құмға тартып жатыр газды. Мынау шудан Төле би ауылынан 20-18 шақырым жерде тұрған не ғой? Газ, труба бәрі тартылып қойған. Ана көшеге де кіріп қойған. Қарасаңыздар, көшеге де газ келген екен. Бірақ үйге берілмеген. Неге? Таңғалам. Неге? Сұрақ ары қарай өздеріңіз тергеп тексеріңіз. Мынау соның жаңағы көшеге, мектепке баратын жолдың қиылысы ғой, екінші рет. Қараңыздаршы, қалай бұрылады мына жермен. Мына көшенің қиылысын кең қылу керек сосын. Екі машина сиятын. Жармағандай қылып сөйтті асфальт, сосын ана екі бетін. Машина бірін сыймайды, екі қиылысқа келген кезде бір машина. Екі машина қатарынан. Қиылысқа үш машина сый керек негізі. Мына осындай. Жол тегістеңіздер. Сүресіздер ма, асфальт төсейсіздер ма мынаған. Мектептің алдын ретке келтіріңіздер. Осы ауылдың әкімі сіздің назарыңызға сіздің ауылдың халықтың сұрануын маған жеткізіп берсек, осындай әлде сұхбаттасатын боламыз сізбен, кездесіп қалсақ. Алла қаласа осындай. Ал енді мына ауылдың үмітін ақтайды деген недемін мен. Сізге сеніп отырған Төле би ауданының әкімі, Жиенбет ауылының әкімі. Осындай мәселеміз бар екен ауылда. Сонан шешіп берсеңіздер жақсы болар еді. Сондай мәселелер